Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сынып математика. Бірінші бөлім. 11-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттамай ауызша қосу және азайту. Олай болса, сабаққа назар аударамыз. Бірінші мысал. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. Бүгін біз екі таңбалы санды қалай қосу керек? Сол жайында түсіндіретін боламын. 45 пен 23 санының қосындысының мәнін табу қажет. Бұл жерде 45, 23 екі таңбалы сан. Бірінші 45 санның разрядтық қосылғыштарын бөлек жазып аламыз. Яғни 40 және 5. Екінші екі таңбалы сан 20 және 3, 23. Енді біз бұл жерде ондық пен ондықты қосамыз. Ондық дегеніміз 40 және 20. 40-қа 20-ны қосамыз. Содан соң бірлікке бірліктерін қосамыз. 5-ке 3-ті қосамыз. Сонда бізде мәні 45 пен 23 санының қосындысы 68-ге тең болады. Екінші мысалға назар аудар. 68 пен 23-тің айырмасы нешеге тең? Дәл солай 68 санының разрядтық қосылғыштарын жіктеп аламыз. 60 және 8. 23 саныкі 20 және 3. Разрядтарын бөліп жазып алдық. Бұл жерде де ондық пен ондық, яғни 60 пен 20. Екеуін азайтамыз. Бірліктерін азайтамыз. Екеуінің шыққан сандарын қосамыз. Сол кезде бізде 45 саны шықты. Яғни 68 саны мен 23 санының айырмасы 45-ге тең. Балалар, дәл осылай қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 53 пен 36-ның қосындысы нешеге тең? Жоғарыдағы мысалдарға қарай отырып өзің шығарып көр. Екінші мысал. Балалар, бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш немесе айырмалардың, азайтқыштардың қайсысы тиісті санды қойып, есептің мәнін шығар. Балалар, бұл жерде разрядтық қосылғыштарын ажыратып қойған разрядтарын, яғни 20 мен 5 қандай сан? 25. 60 пен 3 қандай сан? 63. Яғни 25 пен 63 санның қосындысының мәні нешеге тең? Дәл солай шығарамыз. Мұнда 50 мен 8, 58 деген сан. 58 азайғыш, 10 мен 6, 16 деген сан шығады. Яғни 58-ден 16-ны азайтқанда мәнін табамыз. Өрнектер құр. Балалар, бұл жерде 50 мен 3-тің қосындысына 22-ні қос. Өрнек құрамыз. Оның мәнін таппаймыз. Түсінікті ме? Яғни 50 мен 3-тің деп тұр. 50 мен 3-ті қосамыз. Оған 22-ні тағы қос деп тұр. 50 қосу 3, қосу 22. Бірінші өрнекті сендерге түсіндірдім. Дәл осылай. Екінші Ә және Б нұсқасын өзің орындап көр. Тура теңсіздіктерді теріп жаз. Біз
тең тура және тура емес теңсіздіктерді білеміз. Тура теңсіздіктерді теріп жаза алады деген ойдамын. Амалдарды орында. 35 литр қосылған 42 литр, азайтылған 16 литр. Мәнін есептеп шығар. Есепті шығар. Бірінші кесіндінің ұзындығы 5 см, ал екінші кесіндінің ұзындығы одан 2 см кем. Екінші кесіндінің ұзындығы қандай? Осы кесінділерді сыз. Балалар, біз бұл тақырыптарды бірінші сыныпта өткенбіз, енді бұны өздерің шығара алады деген ойдамын. Амалдарды орында. Кел ойнайық. Самат менің досым. Самат екеуміз 3 партия шахмат ойын ойнадық. Әр партияда кім жеңіске жеткенін білгің келсе, төмендегі амалдарды орында. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.